Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай, жасалу жолы тез болатын брынза мен жусай қосылған рулетик дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Бірінші қамыр не деп дайындап аламыз? Бізге қажетті заттар су, сүт, сұйық май, қантымызды, тұзымызды салып, үстінен содымызды салып, қоспаларымызды араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін үстінен ұнымызды салып, орташа жұмсақта қатты қылмай қамырымызды және де үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, өздеріңіз қалауларыңызша кунжут немесе макс sepsеңіздер де болады. 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз.
Мінекей біздің рулетіміз дайын болды, әдемі болып пісті, алтын түстей, және де дәмі керемет болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналым ұнап жатса, тіркелуді ұмытпаңыздар.